Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сәбізден нағыз дүкендегі корей салатын дайындайтын боламыз. Өзімнің жасайтын жолымды сіздерге үйрететін боламын. Бізге сәбіз, сұйық май, тұз, қант, сарымсақ, кориандр және де 9% уксус қажет болады. Мен осылай өзім үйден жасап қойғанмын уксус. Осы заттар керек болады. Сосын бізге осындай сәбіз шығаратын үкіш керек болады. Барлық заттарымызды дайындап алып, енді жұмысқа кірісеміз. Сәбізді үкіштен барлығını өткізіп аламыз. Барынша ұзындау етіп өткізгендеріңіз жақсы, сонда өте әдемі болып шығады. Міне барлық сәбіздерді үкіштен өткізіп болдық. Енді сәбізге араластыратын соусын дайындайтын боламыз. Тұз саламыз ыдысқа, қант саламыз, кориандр, сосын сарымсақты осындай езетінен езіп шығарып аламыз. 5-6 дана сарымсақты қанша қосу өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қосасыздар, көбейтіп не болмаса азайтып. Сосын сұйық майды саламыз, 9%-тегі уксусты саламыз. Сосын барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Дайын соусты сәбіздің үстіне саламыз. Сосын барлығын жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Қатты езіп жібермейміз, қатты езудің қажеті жоқ. Жай ғана барлық жеріне соусты тигізіп араластырсаңыздар, соның өзі жеткілікті. Суы шығып, өте әдемі болып шығады. Барлығын жақсылап араластырып, бір жарты сағаттай уақытқа қойып қоямыз. Сол кезде дәл осылай жұмсап, суы шығып, өте дәмді болып, барлық дәмдеуіштері сіңетін болады. Біздің салатымыз дайын, өте оңай, тез дайындалады, өте дәмді, кәдімгі дүкендегі салаттан еш айырмашылығы жоқ, өте дәмді болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.